Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде 4-ші сынып математика сабағы 96-шы сабақты бастаймыз. Логикалық есептер. Бірінші есепке қараймыз. Сағым дегеніміз не? Сағым шөл даладан анық байқалады. Түйелердің көлеңкесіне қара, олардың бәрі сәйкес келе ме дейді. Мысалы, бұл жерде мына бірінші түйе бізде сәйкес келеді, екі өркешімен, мына екінші түйеде бізде екі өркешімен, ал үшінші түйе бізде бір ғана өркешімен көрініп тұр. Байқасаңыздар, біреуі осылай сәйкес келмейді. Демек, бізде сағым дегеніміз ауаның тығыздығына байланысты жарық сәуленің шағылуынан заттың түрлі бұзылып көрінетін күрделі құбылыс, яғни шөл далада сағым бізде өте көп болады екен. Және екінші есепке қараймыз. Сен фигураның жазбасына берілген тапсырмаларды орындауды білесің. Бұрышы қиып алынған текшенің жазбасын тап дейді. Мына жерде бізде қарасаңыздар, текше берілгенде және бір бұрышы қиылып алынған, мынау алдыңғы жағы, үстіңгі жағы және оң жағы деп алатын болсақ, яғни енді бізге 3 түрлі нұсқа берілген, яғни текшелерді ашып көрсеткен. Және қиылған жерлері үшеуінде де бар, неке біреу, екеу. Мысалы, мынада екеу, бұл мүлде сәйкес келмейді, өйткені бізде 3 текше қиылған, алдыңғы, үстіңгі және сол жақ. Мына жерде мінекей, мысалы, үстіңгі болып, алдыңғы болғанмен сол жағында жоқ. Екі бізге мүлде сәйкес келмейді. Екіншісі, бізде бірде сәйкес келмейді. Қарасаңыздар, өткен жинаған кезде мына жағы басқа жаққа қарай кетіп қалады, мына қарай. Бізге бұлай бір бұрышқа келіп түйісу керек. Сол үшінде біз бұрышы қиып алынған, яғни мінекей мына жерде және мына жерде, яғни жинаған кезде барлығы бір жерге келеді. Сонда үшіншісі бізге сәйкес келеді екен. Енді есіңде сақта, есептеуді қажет етпейтін есептер де болады. Оларды шығару үшін саған ойлау зеріктігің және логикаң қажет болады. Олар логикалық есептер деп аталады. Бұл нағыз ақыл ойға арналған жаттығу. Келесі бізде үшінші есеп, досыңнан пішіннің неше текшеден құралғанын айтуын сұра. Ол өзінің есептеу тәсілін түсіндірсін дейді. Мына жерде бізде үшінші есепте, яғни текшелер санаймыз, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Бізде сондай 3 қатар бар. Демек, бұл жерде бізде 9 текше бар, 3-ті 3-ке көбейтеміз. Енді алдыңғы текшесін санаймыз. 1, 2, 3, 4, яғни астында мінеке 3 текше тұр, үстінде 1 текше тұр міне, сонда 4. Енді сонда біз жазамыз. 3-ті көбейтеміз 3-ке, өйткені алдында жоғары жағында астында 9 текше бар, демек 3-ті 3-ке көбейтсек 9 болады. Оған алдыңғы 4 текшені қоссақ 13 текше болады екен. Келесінде біз тағы да санаймыз. 1, 2, 3. Және де мынаның астында тағы 1 текше бар, бізге көрінбей тұрған. Демек 4 болады. 2 астында 2. 2-ге 2-ні көбейтеміз. Енді алдыңғы текшелерін санаймыз, бізге көрініп тұрған. 1, 2, 3, 4. 4 текше бар. Демек 2-ге 2-ні көбейтеміз. Және алдыңғы 4 текшені қосамыз. Сонда 2-ге 2-ні көбейтсек 4. 4-ке 4-ті қоссақ 8 текше болады екен. Келесі бізде 4-ші есеп, қай фигураны бұрып қойды дейді. Нұсқасында бізге нұсқасы бастапқы фигура осындай болған, яғни көгі былай тұр және 3 ақ 4 бұрышты осылай тұр және мұн жағында біреуі бар. Енді осыны біз 3 түрлі етіп бұрған екен, бірақ соның біреуіне сәйкес келеді. Енді бізде қарасаңыздар, біріншісі бізге сәйкес келмейді, өйткені көк бізде ортасында тұр, ал мына жағында шетінде тұр, негізгі назарды осы көкке аударсаңыздар болады. Мына жеріне де тұрса да ол сәйкес келмейді. Демек, бізге бірінші нұсқа қажет емес. Екінші нұсқа бізде көк мінекей ортасында тұр. Мінекей ортасында тұр. Және 3 ақ қатар тұр, мінекей, және мына жағында, мына жағында тұр, Демек, былайдан былай қарай бұрып қойған. Мынау бізге сәйкес келеді. Енді мына да қарасаңыздар, көк бізде 3 ақ текшенің ортасында тұр, мінекей алдыңғы жағында. Бізде олай тұрған жоқ. Қараңыздар, екі жағын қоршап тұр, яғни қиылысында тұр. Демек, бұл сәйкес келмейді. Бізге сонда екінші нұсқасы сәйкес келеді екен бұрып қоюға. Енді нұсқасында қарасаңыздар, бізде енді түрлі түстермен берілген, Енді шатаспау үшін бізде көк, жасыл, қызыл, сары, көк болып тұрған. Енді бұны біз қалай бұрамыз? Енді қарасаңыздар, бізде көктен кейін жасыл,
жасылдан кейін сары, ал бізде қызыл тұр. Демек, бұл бізге сәйкес келмейді. Екіншісінде бізде көктен кейін бізде сары, мінекей көк, мына жағынан қарасаңыздар болады, өйткені екі жағында да бізде көктен басталып тұр, көк, одан кейін сары, мінекей сары, қызыл, жасыл және көк былай шығып тұр. Демек, мынаны былай қарай керісінше бұрып қойған. Демек, бізге екі сәйкес келеді. Ал енді үшіншісін қарайық. Көк, мінекей көк, сары, қызыл, көк. Бұл жерде бізде көк емес, жасыл тұру керек. Яғни шетінде тұру керек. Көк бізде шетіне жасыл қойып қойған. Демек, бізде А нұсқасында да, Ә нұсқасында да бізде екінші нұсқасы фигураны бұрып қойған екен. Екеуіне де екіншісі сәйкес келеді. Келесі бізде 5-ші есеп, кесте бойынша есеп құрастыр және шығар дейді. Мына жерде бізде фигура берілген, ұзындығы, ені және с бізде биіктігі. Және біз оның көлемін табуымыз керек. Біріне де көлемін, биіктігін, енін, тағы да көлемін және биіктігін табамыз. Тек қана яғни ұзындықтары толық берілген екен. Енді бізде ұзындығы 6 см, ені 4 см, биіктігі 2 см болатын фигураның енді біз оның көлемін табамыз. Алдымен көлемін табудың фигурасын саламыз. А көбейту Б көбейту С, яғни ұзындығын да, енін де, биіктігін де көбейтіп шығамыз. Сонда 48 см куб болады екен. Жауабы 48 см куб. Өйткені мына жерде бізде көлемі кубпен беріліп тұр, барлығында қарасаңыздар, мінекей. Дециметр, метр, сантиметр. Бұл жерде бізде біріншісінде 48 см куб болады. Екіншісінде бізде ұзындығы 16 см, ені 2 см, көлемі 128 дециметр куб және биіктігін табамыз. Биіктігін табу үшін В бөлінген А көбейту В. Яғни көлемді жазып бөлеміз, ұзындығымен ені көбейтеміз. 32 болады, 128-ге 32-ні бөлсек 4 дециметр болады. Биіктігі 4 дециметр екен екіншісінде. Содан кейін бізде үшіншісі биіктігі 15 метр, ұзындығы 15 метр, биіктігі 3 метр, көлемі 90 метр куб және енін табуымыз керек. Енді енінің формуласын жазайық. Енінің формуласы В көбейтілген Ф бөлінген, яғни көлемін бөлеміз. Шақшаның ішіне алдымен біз биіктігімен, ұзындығымен биіктігін яғни көбейтіп аламыз. 15-ті көбейтеміз, 3-ке 45 болады. Енді көлемді 45-ке бөлсек, яғни 90-ды 45-ке бөлсек 2. Ені 2 метр екен сонда үшіншісінде. Келесі бізде, яғни бізде 5 нұсқа берілген. Ұзындығы 12 см, ені 3 см, биіктігі 2 см. Көлем табу үшін барлығын көбейтеміз формулаға салып, көлемі 72 метр куб екен. Одан кейін бізде тағы да көлемін табамыз. Ол үшін ұзындығы 35 дециметр, ені 2 дециметр, биіктігі 1 дециметр. Ал көлемі қанша дециметр куб? Көлемі барлығын көбейтеміз формулаға салып, көлемі 70 дециметр кубқа тең болады. Және бізде соңғысы ұзындығы 46 см, ені 30 см, көлемі 27600 см куб. Енді биіктігін табамыз. Биіктігін табу үшін біз В бөлінген А көбейту В, яғни 27600 жазамыз да, бізде 46-ны көбейтеміз 30-ға. Сонда бір-біріне көбейтсек 20 см болады. Биіктігі сонда 20 сантиметрге тең екен. Келесі бізде 6-шы есеп, есептер және тексер дейді. 83600-ді бөлеміз 76-ға. Бізде және тексеретін боламыз. 1100 болады, 1176-ға көбейтсек 83600 болады. 576 000-ды 16-ға бөлсек, мына жерде 0-дерін береміз, 36 000 болады. 36 000-ды 16-ға көбейтсек 576 000 болады. Келесі бізде 68 441-ді 89-ға бөлсек 769 болады. 769 89-ға көбейтсек 68 441 болады. Келесі 219 368-ді 68-ге бөлсек 3226. Енді 3226-ны 68-ге көбейтсек 219 368 деген санға тең болады екен. Және де келесі 428 452-ні 94-ке бөлсек 4558 болады. Енді 4558-ге көбейтеміз 94-ті 4200
428.452 болады. 44.370-ті 58-ге бөлсек 765, енді 765-ті 58-ге көбейтсек 44.370 деген санға тең болады екен. Және бізде келесі 59.236-ны 59-ға бөлсек 1004, енді 1004 59-ға көбейтсек 59.236 болады. 446.376-ны 84-ке бөлсек 5314, 5314-ті 84-ке көбейтсек 446.376 деген санға тең. Және бізде соңғысы 645.888-ге 96-ны бөлсек 6728. Енді тексереміз. 6728-ті 96-ға көбейтсек 645.888 шығады екен. Келесі бізде 7-ші есеп. Тапсырманы орында. Бөлмеге линолеум төсеу үшін жұмысшы бөлмедегі арқалық қойылған жерді қоспай, яғни арқалық деген міне көрініп тұр. Бөлменің ауданына тең линолеум бөлігін сатып алуы тиіс дейді. А нұсқасы, Ә нұсқасы және Б нұсқасы берілген. Бөлменің жалпы ауданы қанша метр квадрат? Арқалық қойылған жердің ауданын табуымыз қажет. Және пайдалы аудан, яғни пайдаланатын ауданды метр квадратпен табамыз. Бізде ұзындығы мінекей 9 метр, ені 4 метр. Арқалықтығы 3 метр, ені 2 метр. Енді алдымен берілгенін жазамыз. Бізде ұзындығы 9 метр, ені 4 метр болды. Енді арқалықтығы 3 метр, арқалықтың ені мінекей 2 метр. Енді жалпы ауданын табамыз. Арқалықтың ауданын және жалпы жерде бізде пайдалы ауданын табамыз. Яғни мына деп тұрған метр квадратпен алдымен жалпы аудан табу үшін 9 метр 4 метрге көбейтеміз. 36 метр квадрат жалпы ауданы бұл бізде, яғни А нұсқасынікі. Енді арқалықтың ауданын табамыз. Ол үшін 3 метрге 2 метрді көбейтеміз. Өйткені арқалықтығы 3 метрге 2 метр. Ұзындығымен енін көбейтеміз. Сонда 6 метр квадрат шығады. Енді пайдалы аудан табу үшін біз жалпы ауданын азайтамыз арқалықтың ауданын. Өйткені мына жерде есептемей, яғни жерді қоспай бөлмен ауданына тең линолеум жау керек шебер. Ол үшін азайтамыз. 36 метр квадраттан азайтамыз 6 метр квадрат. Сонда 30 метр квадрат. Жауабы А нұсқасы жалпы ауданы 36 метр квадрат. Екіншісі арқалықтың ауданы 6 метр квадрат. Және пайдалы аудан бізде 30 метр квадратқа тең екен. Келесі бізде 8-шісі. Ойлан және жауап берді. Түйе мен жылқыға жүк артып келе жатқан жолаушы. Егер жылқының үстіндегі бір қапты түйеге ауыстырсам, онда түйенің үстіндегі жүк жылқының үстіндегі жүктен 2 есе ауыр болады. Ал егер түйеден бір қапты жылқыға ауыстырсам, онда екеуінің жүгі теңеседі деді. Әр жануардың үстіндегі қаптың саны 10 санынан кем, яғни 10-ға жетпейді. Бастапқыда әрбір жануардың үстінде қанша қап жүк болған дейді. Бізде жылқыда 5 қап, түйеде 7 қап деп алатын болсақ, бірінші нұсқасында қараңыздар, егер жылқының үстіндегін түйеге ауыстырады, яғни жылқының үстінде 5 қап бар емес па? Сол 5 қаптың бір қабын алып тастайды. Яғни мына бір қапты түйеге жібереді. Сонда жылқыда 4 қап қалады, Және түйеде өзі 7 қап, оған жаңағы жылқының бір қабы келді, 8 қап болды. Сонда түйеде 8 қап. Демек, қарасаңыздар, мынада 4 қап болады жылқыда. Түйеде 8 қап болады. Демек, түйеде 2 есе ауыр болып кетеді дейді, мына жерде қарасаңыздар. Жылқының үстіндегі жүктен 2 есе ауыр болады, яғни түйенің үстіндегі жүк, Ал егер түйеден бір қапты жылқыға ауыстырсам, түйеден, яғни мынау бізде түйеден азайтамын біреуін 6 қап. Сонда 5 қаптан біз 5-ке 1 қосамыз, өйткені түйенің бір қабын жылқыға берсек 6 қап болады. Демек, екеуі де теңеседі екен. Сонда осылай 6 тең 6-ға тең болады. 9-шы есеп, сұрақтарға жауап бер, тапсырманы орында дейді. 3 бұрыш қандай 2 дөңгелектің арасына жасырылған? Олардың радиусын өлшеп дәптеріңе сыз. Қандай фигуралар көріп тұрғаныңды жаз. Жасыл түсті фигуралардың арасында қандай фигуралары желімденген? Осыған ұқсас басқа тұрғыш ойлап тауып желімдеп
көрсет дейді. Біріншісінде бізде үшбұрыш қандай екі дөңгелектің арасында жасырылған дейді. Үшбұрыш күлгін және сары дөңгелектің арасына жасырылған, иә, мысалы күлгін алдымыздағы сары, яғни ортасына жасырылған үшбұрыш мінекей жиегінде бұрыштары бізге көк болып шығып тұр. Екінші сұрақта бізде күлгін дөңгелектің радиусы 10 мм, сары дөңгелектің радиусы 8 мм. Күлгін дөңгелек бізде арт жағында тұрғаны, мінекей мына екінші тұрған дөңгелек, өйткені ең артында тұрған бізде қызыл дөңгелек, иә. Соныкі 10 мм болса, сарыныкі 8 мм, одан өткені кішкене. Қандай фигуралар көріп тұрғанын жаз дейді. Бізде көріп тұрған фигуралар шаршы, үшбұрыш және дөңгелек, иә. Мінекей дөңгелекте бар, үшбұрышта бар, мінекей мына жерде шаршыда бар. Енді жасыл түсті фигуралардың арасында қандай фигуралар желімденген дейді. Жасыл түсті фигуралардың арасында қызыл дөңгелек және сары үшбұрыш желімденген. Мінекей жасыл фигураның арасында сары үшбұрыш тұр, мінекей, және доңғалақ қызыл дөңгелек, иә, желімденген екен. Осылай дәптеріңізге желімдеп немесе дәптеріңізге жазсаңыз болады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.